Саламатсыздар ма? Бүгін біз Транстелекомның услугасын Каспий KZ приложениесі арқылы төлеуді түсіндіретін боламыз. Ол үшін Каспий KZ приложениесін ашып аламыз. Одан кейін платежиді таңдаймыз. Платежидан кейін все таңдаймыз. Одан кейін поисққа жазамыз. ОФД деп жазсақ, ары қарай шығады. Транстелеком ОФД деген бірінші тұрған таңдап аламыз. Сол кезде лицевой счет сұрайды. Лицевой счетқа өз ИП-ларыңыздың лицевой счет номерін, өз кассаларыңыздың лицевой счет номерін жазасыздар. Мысалы 160-512 болсын. 160-512. Сол кезде продолжить ИП-ның аты шығады. ИП Ташимов деп шықты. Енді баланс құямыз. Бұған 1400 теңге. Айына Транстелекомның услугасы бір ғана тариф болады. Транстелекомда ол 1400 теңгелік тариф. Сол тарифке ақша құямыз. Окей. К оплате деп ары қарай жібересіздер. Одан кейін ағымдағы ай үшін ғана бұл услуга, ағымдағы ай үшін ғана осы тариф жүреді. Келесі айдың бірінен бастап сізде уже қайтадан тарифке ақша сұрайды, ақша құю керек болады. Сондықтан тарифке ақша құюды айдың бірінен бастағандарыңыз жөн. Осылай төлем жасау осылай болады жалпы.